Тағы да Илон Маск. 2002 жылы құрған оның SpaceX атты ғарыш компаниясы зор жетістіктерге жетуде. Falcon 9, іле-шала Falcon Heavy және Dragon ғарыш кемелері өте жақсы нәтижелер көрсетуде. Өйткені Илон Маск басқа құрушыларға, басқа бизнесмендерге ұқсамайды. Ол жоспарлайды, ойлайды және ойлаған нәрсесі әйтеуір кешігіп болса да іске асады. Маск принципі бойынша оның қол астындағы жұмыс істейтін барлық жұмыскерлер тынымсыз жұмыс істеуі керек. Мысалға алғанда басқа компанияларда жоспарларды аптаға қоятын болса, Маск компанияларында жұмыс жасайтын жұмыскерлер әрбір минуты үшін жауапты. SpaceX дәл осы ұстаным арқасында дамыды деп толықтай айта аламыз. Қайта қолданбалы ракеталар шығару бұрын соңды болмаған нәрсе болатын. Маск оны болдыртты. Ендігі жоспарлардың бірі Марс Оазис проекті, яғни Марсты отарлау, онда қалашық салу. Илон Масктан басқа да көптеген бірлестіктер Марста қала салуға ниетті. Соның бірі Араб Эмираты. Архитектор Бьярк Ингельспен жоспарланған Марс Space City қаласы туралы Дубай әмірі Шейх Мухаммед бин Рашид қаланың моделін салу және оған жан беру алғашында $140 миллион ақшаны кетіреді дейді. Одан небәрі 580 метр квадрат болса да және тек қана жердегі модель болса да Марстағы нағыз қаланы 2117 жылға дейін салуға тырысамыз дейді. Әзірше бұл қаланың макетін әмірлік жер планетасында салмақ және бұл кешен ғылыми зерттеулермен қатар туристерді қабылдайтын болады. Алайда Марс Space City'ді Марс планетасында салу көп критикаларға ілінуде. Былай қарасақ, әлемдегі ең ұзын ғимарат Бурдж Халифаны да салатын кезде көп сынға іліккен болатын. Менің ойымша, Марс туралы тек ақш қана ойлай бермей, арабтардың да көз тігуі қуантатын жағдай. Масктың жоспары бойынша алғашқы пилоттандырылған кемені 2024 жылға қарай ұшырады. Бас Лансер жетекшілік етіп жатқан Марс One миссиясына қазіргі кездің өзінде 200 мыңдаған адам Марсқа ұшқысы келетіндіктерін білдірді. Бұл нені білдіреді? Демек, Марсқа апаратын адам табылады, ал оны Илон Маск қалай апарады? SpaceX жаңадан планетаралық транспорт системасын ойластырып қойды. Биіктігі 120 метр болатын бұл ракетаға 100-деген адамды сыйдырып Марсқа жіберуге болады. 120 метр деген өте үлкен мөлшер. Оның қасында 97 метр болатын бәйтерекпен салыстырып көріңіз. Бұл қайта қолданбалы ракета адам тиелген капсуланы космосқа жіберіп, ракета тасығыш жерге қайта келіп өз жұмысын бірнеше мәрте қайталай алады. Қайта қолдану арқылы шығын құнын Илон Маск бірнеше есеге азайтып қана қоймай, қазіргі заманның технологиялық әлеуетін көрсетеді. Білесіз бе, онда барған адам жерге қайтып келмеуі мүмкін, және барғаннан кейін ең бірінші жасайтын нәрселер бұл ондағы ресурстардан жанармай жасау болады. Ондағы жағдай қиын болатыны көрініп ақ тұр. Бірақ Масктың жоспарлары бойынша 40-60 жылдан кейін бұл миллион тұрғыны бар қалаға айналмақ. Онда тіпті тұрғын үй кварталдары, жатақханалар, дәріхана, емхана, дүкен және пиццерияға дейін болмақ. Американдық инженер Роберт Зубрин марсианды қоғамды құрушы. Марсты терраформациялау басқа ғалымдар айтпақшы 100 мың жылда емес, 1000 жыл уақыттың ішінде ақ жүзеге асыруға болатынын айтты. Терраформациялау планетаны толығымен өмір сүруге қабілетті ету. Егер Масктың идеяларын алып қарайтын болсақ, бұл шындыққа жанасатындай болжам. Өздеріңіз білетіндей, Марс ол өте суық планета. Марсты қоған Марс планетасын жылытуға бірнеше тәсіл ұсынады. Ең біріншісі диаметрі шамамен 250 км болатын айна жасау. Осы айна арқылы күн сәулесі шағылып, Марстың белгілі бір жерлерін жылыта алады, ал бұл айнаның салмағы 200 мың тоннаға дейін жететін болады. Екінші тәсіл Марсты жасанды түрде метеориттермен атқылау. Атқылау нәтижесінде Марстың орташа температурасын көтеруге мүмкіншілік болады. Айта берсек, тәсілдер көп. Осыларға қарап-ақ Марсты отарлау және оған иелік ету өте жақында екенін сезінуге болады. Егер сіз Илон Масктың жоспарларына далбаса әңгіме деп қарайтын болсаңыз, жай ғана биографиясын оқып шығыңыз. Мақсатқа жету үшін соңғы ақшасына дейін бере алған оның дәл қазіргі сәтте Марста үлкен қала салмаса да бір нәрсенің бастамашысы боларын оңай аңғаруға болады.
Сонымен видеомыз соңына жетті. Видеода қолданылған материалдарды сипаттамадан қарай аласыздар. Skavronның VK парақшасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда көріскенше.